Саламатсыздар ма? Бүгінгі видео сабағымызды бастаймыз. Видео сабақ көркем сурет колледждерінің 2-ші курс студенттеріне арналған. Сабағымыздың тақырыбы Давидтің бет бейнесі, яғни маскасы. Енді біз бұған дейін осы Давидтің жекелеген бет мүшелерінің мүше бөлшектерін салып үйрендік. Көзді, мұрынды, ауызды, құлақты салдық. Енді біз осы Давид маскасының толықтай суретін салып үйренуіміз керек. Сабақтың мақсаты білім алушылардың академиялық суретке үйрету және алған білімдерін, тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Сабақтың енді тапсырмасы форматтағы композициялық шешім, конструктивті талдау, форманы талдау, тондық шешім, пропорция және материалдылықты беру болып табылады. Ендігі біздің сабағымыздың жалғасы практикалық бөлімден тұрады. Қазір мен сіздерге осы Давидтің маскасының салу жолдарын көрсетемін. Енді мұнарада өздеріңіз көріп тұрғандағыдай мен негізгі өлшемдерді түсіріп бастадым. Яғни жалпы өлшемі масканың жоғарыдан төмен қарай ең төменгі нүктесіне дейін, шеткі нүктесіне дейін өлшенген. Екі жанынан ең шеткі нүктесіне бір-біріне қарай өлшенген. Сондай-ақ үлкен бөлшектердің бұл жерде өлшемдері көрсетіліп кеткен. Мысалы, көздің орналасатын жері жоғарыдан төмен қарай өлшенген. Мұрынның астыңғы жағы өлшенген жоғарыдан төмен қарай, және ауыздың, яғни еріннің тұратын жері өлшенген. Сонымен бірге иектің, яғни өлшемі де бұл жерге түсіріліп тұр. Енді біздің қазір бұдан ары қарай жекелеген бөлшектердің өлшемін түсіріп бастаймыз. Арада біз енді мына жағынан өлшеу арқылы, яғни көздің тұратын орнын, мұрынның тұратын орнын, еріннің тұратын орнын және иек астындағы берілген көлеңкенің, яғни иектің мойынмен шектесетін, яғни астасатын жерінің өлшемдерін түсіріп алдық. Сонымен бірге мынарада мұрынның үстіңгі, яғни жазықтығы үстіндегі, яғни біз айтқанда қыр дейді, сол қырдың өлшемінде түсіріп алдық өлшеп. Енді бізде жекелеген, яғни бөлшектерді, яғни ары қарай анықтап салып бастаймыз. Енді нарада өздерің көріп отырғандағыдай, яғни сызықтардың тонға айналуы жүреді. Мына жақтағы жарық көлеңке жақтың тоны, сондай-ақ мына шаштың бедерлі, яғни қатпарлы бөліктері тондармен, жалпылама тондармен көрсетіліп бастайды. Ал жарық түсіп тұрған жағы, сол жарық күйінде, жарық күйінде тұрады. Мұнараларда, мысалы, мұнаралар, мына жерлерде көлеңкелер, яғни шаштан түсіп тұрған көлеңкелер көрініп бастайды.
төменге биттігімізді. Мынарада, мысалы мынарада жарық бар мынарада. Мынадағы жарықты көрсетіп қоямыз мынаған. Сондай-ақ мұрынның бейнесі, яғни суреті бұл жерде анықталып бастайды. Яғни танау мұрнының ғана несі елбезектегі тесігі көрінеді. Одан соң мұрнның сәл жаңағы төмен қарай бұл жерде қыр мұрынды адамның маскасы көрсетілген, яғни мұрнның суреті дұрыс анықталып бастайды. Сондай-ақ еріннің, мысалы мінекей, еріннің мына жағдайда үстіңгі ерін міндетті түрде астыңғы ерінге қарағанда тон жағынан қоюлау болады. Неге десеңіз, үстінен түскен жарықтың әсерінен астыңғы ерін жарық болып көрінеді, үстіңгі ерін кішкене қоюлау, тон жағынан қоюлау болып көрінеді. Сонда да астыңғы ерінде, яғни тон болмайды деп айтуға болмайды. Бұл жерлерде де мынандай тондар болады. Сонымен бірге беттің жартысы қою тонмен жабылады. Беттің жартысы қою тонмен жабылады. Яғни бар қараңғылық осы арада көрініп бастайды. Сондай-ақ мұрынның көлеңкесінен көздің жартысына көлеңке түсіп, яғни тоны бұл жерінде қоюланып бастайды. Былай көріп отырғанымыздағыдай. Маңдайды мысалы алатын болсақ, біз маңдайды үш бөлікке бөлуге болады, үш жазықтыққа бөлуге болады. Ортадағы, яғни көздің үстіндегі бөлігі, сондай-ақ екі жанына қарай бұрылған екі жазықтық, яғни барлығы үш жазықтыққа беттегі маңдайдың бөліктерін үш жазықтыққа бөлуге болады. Жұмыстың, яғни мына жерде жүру барысы, сызықтар жаймен туындарға ауысып бастайды. Көздер анықталып бастайды. Шаштың көлемдері анықталады. Жаймен осы қараңғыдан жаймен жарыққа қарай ауыса береміз осылай. Көздер анықталып бастайды, көздердің тондары анықталып бастайды. Мына сызықтар қазір жаймен кетіп бастайды.